мемлекеттің адамдары қарапайым халықты қазір соғыссыз заманда өлтіріп жатыр. Оған себеп дәлелім мынау. Соңғы 3 жылда 400 бәленбай сарбаз армияға барған, біздің 18 жастағы мәпелеп өсірген балалар армиядан өліп кеп жатыр. Неше түрлі себептерден, туалетте шалқасынан түседі унитазға, аяғы тайып кетіп мысалға. Ерғали тұра тұр, байқамай қалып офицер атып алады мысалға. Сол енді мен айтқым келгені сол 400 бәленбай ата-ананың ішінде оппозицияда 10 шақты қана ата-ана жүр. Ұятсыз, мен ендер кешіріңіздер, груб айтам, ұятсыз қаншықтар-ау, ата-анадар, баладарың өліп жатыр, сендер неге баладарыңның аруағы тыныш сатсын десеңдер, сол 400 бәленбай ата-ана оппозицияға кіру керек, біздің қасымыздан табылу керек. Әйтпесе сендердің мәселелерің шешілмейді, балаң жерлегенге саған 1-2 миллион ақша берген шығар. Сен содан қорқып отырсың ба, сол ақшасын тісігейін маған, мысалға. Сендер оппозицияға шығып до конца кетуің керек. Айкөркөмнің, Шерзаттың, мысалға, әке шешесі сияқты сендер до конца жүрулерің керек. Неге сөйтпейсіңдер? Сендер неге қорғалап отырсыңдар үйдеріңді? Диваннан недеріңді көтеріңдер, мысалға. Біз неге сендердің шашпауларыңды көтеруіміз керек? Біз неге сендер үшін сотталуымыз керек? Біз неге басқа халық сендердің недеріңді поддержка берулеріміз керек? Соны ойланбадыңдар ма? Өйткені бүкіл Қазақстанның бала шағасы үшін біз выступать етіп жатырмыз. Сендер бүріштік өздеріңнің балаларың үшін выступать ете алмай отырсыңдар. Біз оппозицияда жүргендер, мына Айткөл сияқтылар, мысалға, біз бүкіл Қазақстанның балаларының болашағы үшін выступать етіп отырмыз. Сондықтан да әйтеу бір өзекті адамға бір өлім деген, әйтеу бір мысалға шығатын кезде шығыңдар, айтатын кезде айтуларың керек. Мына ата заңды жаттаңдар, мына сіз болмайды, мына провокатор. Кешегі Ақнұр деген қыз шығып жатыр мысалы. Ақнұрды көтеріп жатыр мамасы. Ол 1 жыл өтіп кеткен, 1 жыл бойы жабылып қалған ол Ақнұр деген қыз, есіңіздер ма? Мен мысалға қолым тимейтін адамын, оның үшінде міне аурумын. Өскемен қаласында 4 завод бар. Сол завод улап жатыр халықты. Мен күнделікті мына аппаратта отырған адамын. Қазір міне аппарат үшін түрегелдім. Түннің бір уағында аппаратқа отырмын мен. Соның өзінде айтып жатыр, маған зачем надо маған бүкіл Қазақстанды айтуға, мысалға, денсаулығын күтіп отырмай ба? Себебі мен халықпын. Халықсыз мен түк демеспін деген әркім сөйтіп ойлау керек. Айта сөйле. Ганди ханым, білеміз ғой біз сізді. Еще Ақнар деген қыздың есі шығып жатыр. 1 жыл өтіп кеткен, жабылып қалған, қайтып ашып жатыр мамасы деген. Енді конфетка ондай дофига и больше бізде. Өте көп ондайлар. Сол үшін қазақ аналары ояныңыздар. Ертең бәріміздің басымызға келеді, бәріміз қыз ұлы өсіріп отырмыз, дұрыс па? Еліміз өте азғынып кетті, азып кетті. Себебі президенттің өзі қандықол қылмыскер. Сондықтан сотта, прокурор да қылмыскер. Түсінесіздер ма? Жалған ақпаратқа жаланы жауып қазақтың бәрін түрмеге тығып жатыр. Мынаны жаттаңдар, мына ата заңды жаттаңдар, мынау кішкентай ғана заң кітап. Осымен өзімнің активистік өмірімді дамытып жүр. Мынау менің әкем сияқты мені қорғап тұр. Сендердің әкелерің, шешелерің қорғай алмайды, мынау қорғаған сияқты. Мынау қанша туалетный бумага болса да, осымен мен қорғаныңдар. Осыны жатқа біліп, сақылдап тұрыңдар. Алдарыңа милиция келгенде сақылдап тұрсаңдар, сонда сендерге түк істей алмайды. Жастар әсіресе, жастар конституциялық құқыларыңды оқыңдар, қарсылдап жауап беріңдер, тупой менттердің бәрін аузын жауып тастаңдар. Мен ауру адаммын, мынаның ішінде толы дәрі. Мен сөйтіп отырсам да күресіп жүрмін тегінде. Олар қолым тимейді, мен семьямды асырап жатырым деген былжырақ нәрсе. Күресу керек, информациялық соғыста бірінші алғы шепте жүріңдер. Отанымызды құтқаруымыз керек, біз отанымыз құтқармасақ болмайды. Дұрыс, өжеттілік бол керек қой, өжет. Тіркеліп отырыңыздар маған, тіркеліп. Так, өжеттілікке қарағанда енді. Ерғалида, сіз өжеттілік дедіңіз да, білімді бол керек деңіз, қазір жастар. Білімді. Жастар білімді талапшыл болу керек.
ата заңды білу керек, ата заңды оқыңдар. Ешкім оқымаған Меніңше дейді. жастар ешкім оқымаған көшеге шыққан дейді. кезде, жастар көшеге шыққан кезде конституциялық құқықтарына сүйене отырып, білім деңгейін жоғарылатсын, өмір сүру деңгейін жоғарылатсын деп көшеге шығуға болады. Талап етуге болады. Ол конституцияның Мынаны қайдан алам демеңдер тегінде. Мынау Каспийде 350-ақ теңге, доставкасы 500-ақ теңге. Ар кетсе 1000 теңге болады, үйің әкеп береді, өз қолымен әкеп береді, Каспийдің доставщигі. Білеміз ғой. Любой крупный қалада алдыртып алуға болады. Қаңтарда 10 жастағы баланы да атты. Анасы ақша бердім, әйтеуір соның бәрі жабылып кетті ғой. Ана ненің мотозалкада роводының үстінен атқан. Нанға кетіп баратқан анасының жанында атқан. Кішкентай 10 жастағы бала. Қаңтарда атылды. Білеміз. Ой, қойып шайлық баланы да тастаған қаңтарда. Бір семьяны бірақ қырып тастаған 8 кісіні. Қызылордадан Алматыға кетіп бара жатқанда Қызылорданың қояншық милициядары неге тоқтатпаған, сендерді өлтіреді бармаңдар деп айтпаған ба бір ауыз сөз? Алматыға таяқ қалғанда тойға бара жатқан бір семья, мамасы, папасы, 6 баласы, ең соңғы баласы 3 айлық бала дейді ал. Ал енді соған қалай 3 айлық балаға періштеге қолдары көтеріп, соны ана Россиян адамдар емес, өзіміздің милициялар, мен сияқты қатындардың көтінен шыққан қазақтың ұлы сонатқан. Арсыз. Қарғыс Соны жабулы қазан жабуымен резонанста туған жоқ, қалды. Туыстары заявлениеде ештеңке жазған жоқ, вообще жоқ. Оны елден өсек ретінде естіп отырмыз. Ертең күні біз жеңгеннен кейін соның бәрі шығады. Бір семьяда 8 кісіні бірақ бір мәшін ішінде қырып тастаған. Очередьпен ат тастаған. Нөл жоқ. Сонда қалай соны ойлаңдаршы. 3 айлық балаға қалай қолдар көтерді? Сәлеметсіздер ме? Себебі ол бұған кінәлі жалған ақпарат таратушы Қасым-Жомарт Кемел және өзінің президенттік қызметін асыра пайдаланып, стрелять на поражениеге бұйрық берген ол Қасым-Жомарт Кемелұлы. Сол себептен Қасым-Жомарт Кемелұлы ол қандықол қылмыскер. 3 жылдан бері ақталған да жоқ. Жаздым, жаңылдым деген жоқ. Сол өлген кеткендердің, мүгедек болғандардың денсаулығына көңіл бөлген жоқ. Түрмедегі педофилдерді шығарып, 1,5 мың педофилді, оның орнына 3 мыңға жуық қазақты апарып тығып отыр. Ана педофилдердің жейтін ауқатын сол саяси белсенділерге, ұлт жанашырларына берейік деп, педофилді қоғамға айда жіберіп, олар қоғамға шығып, қазақтың бүлдіршіндерін зорлап жүр. Мысалы үшін Сарыағашта, Шымкентте былтыр 4 қыз зорланды. Дворда ойнап жүрген қыз баласы кішкентай. Бұл кісі біздің ұлтымызға қауіпті адам. Қазақ ұлтына қазақ ұлтын қасақана жоюға келген, миссиямен келген қылмыскер Қасым-Жомарт Кемелұлы. Басында кесте кессін.